Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді және де бір жасағаннан шығатын Лейс чипсиларын жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді және де қытырлақ болып шықты. Дүкендегіден ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен мен осылай картошкаларымды жақсылап аршып тазалап алдым. Содан соң оны осындай үккіштен өткізетін боламыз. Бұл арнайы осындай жұп-жұқа үккіш, осындай жұп-жұқа болып шығуы керек. Болмаса кәдімгі үккіштің де жанында осындай насадкасы бар, содан өткізсеңіздер болады. Осындай жұқа болып шығуы керек. Содан соң оны осылай суға салып, мен 15 минут қалдырып қойдым. Оның крахмалының барлығы түсуі керек. Крахмал болса, ол қытырлап шықпайды. Содан кейін осындай майлыққа, яғни салфеткаға осылай барлығын картошкаларымызды осылай кептіріп шығамыз. Ешқандай да дымқыл су болмау керек, құп-құрғақ болуы керек. Енді қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз да осылай бар отында қуырып алатын боламыз, араластырып тұратын боламыз. Мінекей менің чипсиларым дайын болды. Мен осындай дәмдеуішке паприка түрін қостым. Маған паприка түрі қатты ұнайды. Дәмдеуіш өзіңіздің қалауыңызша, әрине, қандай түрін ұнатасыз, Лейстің сол түрін дәмдеу үшін қоссаңыздар болады. Сонымен мен чипсиларым дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.